Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып білім алушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз жуан және жіңішке дауысты дыбыстар 11-ші сабақ. Сабағымызды бастамас бұрын дыбыстарды еске түсіреміз. Дыбыстарымыз екіге бөлінетін, дауысты және дауыссыз. Соның ішіндегі дауысты дыбыстарымыз А, Ә, Е, О, Ү, О, Ү, А, И, У. Бұл дауысты дыбыстардың өзі тағы да екіге бөлінеді. Дауысты дыбыстарымыз жуан және жіңішке болады. Жуан дауыстыларға А, О, О. Жіңішке дауыстыларға Ә, Е, Ү, І дыбыстары жатады. Бұны есімізде сақтайық. Енді кітабымызды ашып бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бүгін біз сендермен Сырбай Мәуленовтың «Әже» деген өлеңімен танысатын боламыз. Мен өлеңді оқимын, сендер жақсылап ойланып отырыңдар, өлең не туралы екен. Және де бұл өлеңді жаттап алуымыз қажет. Әже, мейірімі жібектей, күндей ыстық құшағы, ет жүрегі елжіреп, құлыным деп құшады. Жан жуытпай маңына, ас сақтайды кәрі әжем. Бесап келсем алдында, биіктейді дәрежем. Ал балалар, өлең не туралы екен? Әрине, өлеңнің тақырыбында әже деп жазылып тұрғандықтан өлеңіміз кім туралы? Әже туралы. Әжеміз қандай біздің? Дұрыс айтасыңдар, мейірімді. Әжеміз бізді жақсы көреді. Әрқашанда өзінің жақсы тәтті нәрселерін бізге дайындап, тығып жүреді. Біз бес алсақ ылғида қуанады, біз үшін. Жақсы балалар, енді осы әже деген өлеңнің ішіндегі сөздерден жіңішке дауысты дыбыстарды тауып көрейікші. Қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар екен? Жіңішке дауысты дыбыстар Е, Ә, Ү, И. Тамаша. Ендеше мейірімі, жібектей, күндей, ет жүрегі елжіреп, деп, кәрі әжем, бес, келсем, биіктейді дәрежем. Міне, осы сөздердің барлығы жіңішке дауысты дыбыстары бар сөздер болып табылады. Балалар, енді дәптерімізді ашып, дәптеріміздегі дауыссыз з дыбысының бас әрпін және кіші әрпін көркем жазып шығайық. Әріптерді жазған кезде арасына бір саусақтан қалдырып отырамыз. Ендеше екінші жаттауға назар аударайық. Нүктелердің орнына тиісті әріптерді қойып, көшіріп жаз. Суретте нені көріп тұрмыз? Бірінші суретіміз көрек, екінші суретімізде бүркіт, үшінші суретте көбелек, тамаша. Балалар, бұл берілген сөздерді дәптерімізге қатесіз көшіріп алайық. Күрек деген сөзді бас әріппен жазамыз. Күрек, үтір қоямыз. Бүркіт кіші әріптен, үтір қоямыз. Көбелек сөзін кіші әріптен жазамыз. Соңында нүкте қоямыз. Әр сөзді жазған кезде мұқият қарап, қатесіз жазуға тырысайық. Енді балалар, осы күрек, бүркіт, көбелек деген сөздердің жазылуы мен айтылуына назар аударайықшы. Мысалы, күрек деген сөзді біз жазған кезде күрек деп жазамыз. Ал айтқан кезде ол күрек деп естіледі екен. Бүркіт сөзін бүркіт деп жазамыз, бірақ бүркіт деп естіледі екен. Көбелек сөзі көбелек деп жазамыз, көбелек деп айтылады екен. Келесі тапсырма шығармашылық тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, көшіріп жаз дейді. Мына жерде А, Г, Л, Н, Ш, М
дыбыстары берілген. Енді сол дыбыстарды берілген нүктелердің орнына дұрыстап қойып көрейік. Кәнекей, қандай өлең шықты екен? Тексерейік. Баланың да тілегі, даланың да тілегі, ауырмасын ешқашан аналардың жүрегі. Енді осы өлеңімізді дәптерімізге қатесіз көшіріп аламыз. Балалар, оқулығымыздағы 3-ші жаттығуға қарайықшы. Сендерге мынандай жаңылтпаш берілген екен, жақсылап тыңдайық. Жаңылтпаш бізде тез-тез тілде жылдам айтуға және жаңылмай айтуға беріледі екен. Ендеше жақсылап тыңдайық. Әсел ән салды, әжесі тамсанды, әсет аң салды, атасы тамсанды. Енді асықпай оқитын болсақ, әсел ән салды, әжесі оған тамсанды. Әсет аң салды, атасы тамсанды. Тамсанды дегеніміз таң қалды деген сөз. Енді балалар, осы жаңылтпаштың ішіндегі қай сөздерде жіңішке дауысты дыбыстар бар? Дұрыс айтасыңдар. Әсел, ән, әжесі, әсет сөздерінде жіңішке дауысты дыбыстар бар екен.